Асық асты буыны. Артикуляция субталярис. Буын беттері өкше сүйегінің асықты буын бетінен және де асық сүйектің төменгі өкшелік буын беттерінің беттесу нәтижесінде құралған буын болып саналады. Буын беттері гиалинді шеміршекпен көмкерілген және буын қапшығы буын беттерінің жиектеріне өзара тартылып орналасқан болып саналады. Буын қапшығы негізінен боста орналасады. Буын беттері бір-біріне сәйкес келген және де негізгі екі байлам арқылы мықталған болып саналады. Біріншісі сүйекаралық асық өкшелік байлам лигаментум талокалканум интероссум деп аталады. Немесе мына суреттен де анық байқалады. Бұл біздегі тілерсек сүйегі қойнауы синус тарси аралығында өкше сүйегі мен асық сүйек салаларының бойында өзара тартылып орналасқан байлам болып саналады. Келесі латеральды асық өкшелік байламы лигаментум талокалканум латерали. Жалпы бұл байламның басталатын жері асық сүйегінің артқы өсіндісінен бастау алып, өкше сүйегі тірегі сюстентакулюм талиге барып бекиді. Жалпы буын пішіні жағынан негізі жазық буынға жатады. Негізінен сагитальды жазықтықтың бойында ғана қозғалыстың болуы ықтимал, негізінен аз қозғалмалы буынға жатады.